Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Достар, бүгін сіздермен дәл осындай өте ерекше, дәмді, етсіз жасалатын орама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. 2 жұмыртқаны, тұзды, суды қосып, жақсылап, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Оны әдеттегідей 10-15 минутқа тындырып қойып, қайтадан егін қандырамыз, сосын бөлшектерге бөлеміз. Қамырымыз дайын болғанша біз начинкасын жасауға кірісейік. Начинкасында менде 4 бұрыштап туралған асқабақ, соломка етіп туралған капуста және теркадан өткізіп картоп қостым. Одан кейін тұз, қара бұрыш және пиязымызды қосамыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды жайып алдық, осылай дөңгелек етіп, оны 2-ге бөлеміз. Сұйық майды жағып, начинкамызды салып, орама нанды ораймыз. Және қайнап тұрған будың үстіне 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Дәмі деген жұп-жұмсақ, начинкасы шашылмайды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналымда жуса мен жұмыртқадан да жасалатын өте оңай орама нанның рецептісі бар. Оны да міндетті түрде қарап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мінекей достар, біздің орама нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, ортасындағы начинкасы шашылмайды, жегенде күшті, прям міндетті түрде осындай ашты аджикамен немесе қаймақпен берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.